Ассалаумағалейкум қазақ елі, қазақ ютубы. Бүгін келесі видеомызды түсіретін боламыз. Өткенде подвес дейді, орыс тілінде, қазақ тілінде жаңағы ілгіш атан ба, жіп ба, сол жайында болайын отыр. Өткен жолы осындай 3 өлікпен тоққан болатынбыз. Енді бүгін мынандай 4 өліктерін жасадым. Қарап отырмай оқып қарайық, қалай шығады екен, қалай болады екен деп. Бүгін осыдан тоқитын боламыз. Енді бастайық, ал біз сіміләдіп 4 өлік бөлін осындаймен тоқып қарайық қазір, қалай шығатынын көре жатармыз. Содан кейін артында соңғы видеода қорытындысын көрсететін боламыз. Бірінші жасап аламыз. Содан кейін жайлап крючокпен шығарып отыратын боламыз осылайынан.
мына жерде мына биздин жанагы шлангыбыздын көлөмү кичилеу болгондон кийин шамал төртөөрүнгө кыйындау болот экен, убакытты көбүрөөк алат. Шамал өлкөндөө түрүн алып пайдалансаңыз, ондай кыйынга тап болмойсуз деп ойлойм. Өйткөнү ондай катты мына жерде кыйындык түзүрөтүн жок, тек мынанын жанагыдай тар орталарынын тарлыгы, жанагы жакын орналасканы сол кедерги болуп отур. А так сол үшөөлүкпен толкан менен бирдей, айырмачылык жок сыяктуу баары. Эми бунун төртөөлүктөн калай чыгатынын қазір көрөмүз. Енді соңында бунун енді расходу да көптөө болатын шығар, енді өйткөнү бул енді үшөөлүккө караганда кеңдөө болайын деп тур. Соңынан қазір шамалдан кийин көрүштөрүбүз. Бул шамал сыртка чыгарып алайык. Эң главный бул жерде деген адамдын шыдамдуулугу менен ынтасы бол, жаңа жасауга деген. Өз колум менен жасайм, өз колум менен жасаганым өзүмө сабак болот дегендей болсо, өзүмүз жасаганга әрине жетпейт. Мынекейиңиз өздеріңіз көріп отырғандай, төрт бұрышты болып тоқылама десең, бұл да дөңгелек болып шығып келатыр. Мұны бас жағында шамалы қиындау болады екен, несін шығарып алғанша ары қарай вроде оңай болып баратқан сияқты. Енді видеоны жылдамдатып түсіретін болам. Аты деген бізде уақыт көп кететін сияқты. Артынан неше уақыт кетті, сол жайында түсіндіріп айтатын болам. Дұрыстап көрініп отқан шығар деп ойлаймын. Алдында видеоның біраз көрінбей қалған екен, бас жағында, оны орта жағынан байқадым.
болған сияқты. Қазір шешіп алып байлайтын боламыз. Осылай ақырын шығарып аласыз. Осындай мына қазір бұл өткен видеодағы да 3 құлақты арқан еді. Мынада енді қазір бізде 4 құлақты. Дәл сондай қылып байлайтын боламыз. Өздеріңіз көріп отырғандай жайлап осылайынан өткіземіз. Мынаны қазір басын күйдіріп алайын мен. Байлана алды. Дәл осылай қазір екінші жағын байлайтын боламыз. Қайтадан шығарып алу керек бізге. Пока 4 құлағы шыққанша осылай тарқатып аламыз. Мінекей 4 құлағы шықты. Дәл жаңағыдай бұл қайтадан байлана қалды. Енді екеуінің ортасын қосамыз бойынан қазір. Содан кейін ары қарай көрсететін боламыз тағы да. Ақырғы соңында мына жерге жаңағыдай байлап әдемілеп бір зат қоямыз ба, чтобы әдемілік көрсету үшін. Содан кейін мынаны байлайтын боламыз. Мына жерден тағы да екі неге қосатын боламыз.
алдыңғы неге қарағанда жуандау болды. Бұл да 4 піштүү болот ма деп едім, бұл да дөңгөлөк болуп шықты.